Құрметті оқырмандар, жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы бойынша аударылған оқулықтардың кітап сарқылмас рухани қазына деген атаумен өткізіліп жатқан көрмеге кезекті онлайн шолуымызды жалғастырамыз. Бүгін назарларыңызға психология, философия, этика, эстетика салалары бойынша түскен басылымдарды таныстырып көрсетемін. Атап өтсек, психология саласы бойынша Стивен Ковидің «Жасампаз жандардың 7 дағдысы», Эллиот Аронсонның «Көпке ұмтылған жалғыз», Жан Туэнш, Дэвид Майерстің «Әлеуметтік психология», Патрисия Уэллейстің «Интернет психологиясы», Дуэйн Шульцтің «Қазіргі психология тарихы» атты кітаптарын айтуға болады. Алдарыңызда Стивен Ковидің «Жасампаз жандардың 7 дағдысы» кітабы. Бұл еңбекте автор жеке тұлғаның дамуына, қалыптасуына бағыт-бағдар беретін 7 дағдыны атап көрсетіп, әрқайсысын жеке-жеке талдайды. Көпшілік қызыға оқитын бұл кітап әрқайсымызды мазалайтын небір сұрақтарға жауабын береді. Философия саласынан Реми Хесстің «Философияның таңдаулы 25 кітабы», Дерек Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы», Алан Барнардтың «Антропология тарихы мен теориясы», Энтони Кеннидің «Батыс философиясының жаңа тарихы» атты 4 томдық кітабын айтуға болады. Реми Хесстің «Философияның таңдаулы 25 кітабы» атты еңбегін айтатын болсақ, белгілі француз ғалымының бұл кітабы жас оқырманды батыстың аса көрнекті ойшылдары және олардың шығармаларымен таныстырады. Бұл кітапта батыс философиясы дамуының елеулі кезеңдерін көрсетеді. Бұл шығармалар арқылы әлемдік ақыл-ой дамуының белгілі бір кезеңдері мен бай қазынасын тануға болады. Этика саласы бойынша Барбара Маккинон мен Эндрю Фиалланың «Этика теориясы мен қазіргі мәселелері» атты кітабы бар. Бұл кітапта жалпы этика дегеніміз не және этика саласындағы негізгі мәселелер қарастырылады. Атап айтсақ, этика және этикалық ой пайымдау, дін және жаһандық этика, қоғамдық келісім шарт, утилитаризм, деонтологиялық этика, табиғи заң және адам құқықтары, ізгілік этикасы, қамқорлық этикасы сияқты қазіргі қоғамда өзекті болып отырған тең құқықтылық пен дискриминация, қоршаған орта этикасы мен жануарлар этикасы, биотехнология мен биоинженерия, жаһандық әділдік пен жаһандану мәселелері ортаға салынып, жан-жақты қарастырылады. Алдарыңызда эстетика саласы бойынша Юрий Боревтің «Эстетика» атты кітабы. Бұл кітапта заманауи эстетиканың негізгі мәселелері жан-жақты баяндалады. Автор өнер дамуының табиғаты, болмысы, тууы және теориялық тарихы проблемаларын түсіндіре отырып, кеңінен зерделеуге жол ашады. Аталған кітаптарды ғылыми кітапхананың қорынан ала аласыздар және электронды нұсқасын кітапхананың веб-сайтына кіріп оқи аласыздар.